Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрды. Біз бүгін Clash Royale деген ойнайтын боламыз. Сіздерге мен көрсеткім келгені, менің өзімнің бір аккаунтым бар. Ошым 2395. Мен 2400-ге жеткізсем, мынандай бір сундук алам. Осы сундукта сіздердің көздеріңізше жасам 2400. Короче, менде осындай бір колода өзім жасап. Короче, бүгінше түсті, ана 1950 кубокқа жеткен кезде. Енді ойнап көретін боламыз. Кеттік. Ал достар, мен комментарий етіп отыратын болам бұл бойда. Мен қазір бірден скелеттерді істеймін, себебі басқа жақсырақ карталарды өзім колодам алу үшін, және де оң жақ флангқа дракончикті істеймін, андай өте төменнен. Сөйтіп принцті жіберуге дайындаламын, және принцті жіберем. Және бревноны лошинстарды өлтіруге деген үмітпен жіберем, және олар өлтіреді, және принц башинаға соқсат, ол маған керек болды. Және дракончик бірден ведьмамен справляться етеді. Сөйтіп мен бұл вышканың мың қыпсын ғана қалдырдым. Мен келесі атакаға дайындала бастаймын. Бұл жолы мен гончамен атака істеуге тырысамын. Ол бомбер жіберді. Ол бомбер неге жүрген білмеймін. Бомбердің уронын просто ойламаймыз. Бомберді игнорить етеміз, оған ештеңе жібермейміз. Адская гончамен атакаға дайындаламыз. Және де скелеттерді жіберем бір эликсирге. Олар вообще ештеңеге тұрмайды. Және мушкетті өлтіру үшін дракончик жіберетін болам. Маған анау кім дракончик, анау пламеннің алдына шығып кетпесе болды, вышка соған атса, және менің планым жүзеге асады. Мен бревно тастаймын ведьманың скелеттерін өлтіру үшін, және ол мен қолымнан келеді. Сөйтіп мен бұл башинаны, вышканы алатын секілдімін. Достар, мен бұл вышканы алам. Ведьма менің дракончигімді өлтіріп тастайды негізі, Қазір мен ведьмадан страждармен жашиштат етіп көрем, және ол гигант қойды. Ведьма жаққа страж жіберем, гигантқа армия скелеті жіберем. Осы арқылы мен бүкіл армиясын қайтарып тастаймын. Қараңыздар, ол 9 эликсир құртса, атакаға мен бар болғаны 6 эликсирмен дефцетсім, және ол тағы да бомберді қояды. Мен бомберге ештеңе жібермеймін. Оның алдына мушкетер қойды. Бұл жолы ол атакаға дайындап келе жатыр. Бірақ мен өзімнің сол жақтағы атакама қараймын, өйткені менде гонча тұр. Және мына бетке мен охотникті под страховке қоя саламын. Себебі аналар алып кетсеше, мына жақта негіз жостқа атака келе тұр, оң жақта мен оң жақтан бірақ страждармен әдемі бір дефцетем. Страждар өте керек, өте дұрыс карта, және армия скелет жіберем. Және мен сол жаққа дракончикпен анау жаңағы пламенный драконды, пламенный емес, адская гончаны поддержать етем. Оң жақтан ол дефцет алмай жатыр, не екенін білмеймін. Және менде екінші адская гонча жібергем, жаңа енді принцті главный зданияға жіберем. Ол не екенін білмеймін, файр болады, ол өте қателік. 4 эликсир жіберді бостан-босқа. Және де бұл жерде мен ұтамын, 3 жұлдызға. Ол өте оңай ойын болды десек те болады. Мен мега профессиональный игрокпын деп айтамаймын, бірақ нормально ойнаймын. Нормально ойнаймын өзімді. Так, неше кубок бізде қазір? 2428. Ал достар, мен ящикті ашам. Бұл не ящик? Арбалет жақсы. Бұяқта клинанды нелер, эпиктер түсет, мен білген жоқпын. 8 уровень ба? Ай! Прикол, 9-ға көтер алам ба? Жоқ. Ведьманы көтер алам ба? Кім түсті? Арбалетмен ойнамайым арбалетпен. Так. Көрем мен арбалеттермен де ойнап көруге болады. 8 болады кен, 2 ақына жетпейді. Короче, ведьма сұрау керек келесіде, қаланнан. Не бар тақ көтеретін басқа ештеңе жоқ ба? Бір ярыс ойнап жүрек. Қызық үшін ролик слишком аз болып қалмас үшін. Ал достар, мына жерде мен бірден гончамен атакамды бастауға тырысамын, және мен атакамды бастаймын. Оң жақтан бірден дракончикпен подкреплять етуге дайын тұрамын, бірақ ол жерде маған бірден хокпен, пламенный драконмен атака кетеді. Мен бірден аты нейтін еді, мыналардың армия скелет шығарам, және олар нормально так разменять етеді. Оң жақты бірден подкреплять етем дракончикпен. Бірақ сол жақтан маған да атака кетіп жатыр, бірақ ол өзінің вообще дефт етпейді. Мен хотя бы бір рет дефт жасадым. Бірақ оның тек қана дракончигі ғана менің башинама урон жасады. Яғни шамалы скелеттер.
Бұл кезде мен оның оң жақ вышкасын алып кетем. Бұл жерде оның қасынан қателік болды және бірден екінші арская гончаға эликсирім жетіп тұрды. Мен бірден оны жіберетін болам. Мына жерде хоктан дефтетеміз скелеттер арқылы. Ол бірден менің гончамды өлтіріп тастап жатыр. Ол маған жақсы. Гонча дәу болған емес, кіттай көп болған кезінде күшті болады. Және білмеймін, бұл жерде мен оны өте тез алып тастадым. Неопытный игрок түскен сияқты енді. Бірақ 2800 трофейді енді. Мен ұтып кеттім. Иван. Кешір, Иван. Енді бұяқта куб қоспайды екен. Дай тағы бір куб көтеретін. Нет, рейтинг ойнақ, рейтинг. Ал достар, енді маған қарсы Марко деген бір ойыншы, ол кланда жоқ. Мен бірден оң жақ флангпен адская гончамен атаканы бастауды ойластырмақпын. Және бірден қолымда мусорды выкидетіп едім, ол кім еді, анау скелеттер. Қазір выкидетіп жүру керек бірден сол жаққа, любой жерге оны в принципе жібере салуға болады. Енді ол бірден анаяқта темный принципе шешат етіп жатыр. Бірден мен ояққа бревно жіберемін скелеттерден арылу үшін. Оң жақпен дракончикпен подкреплять етем және мінекен білмеймін. Бірақ сол жақты армия скелетпен жақсы контрить етіп жадым. Оң жақтан менің атакам өте керемет болып жатыр. Адская гонча деген жақсы карта. Өздеріңізге колодаларыңызда болса 1950 кубокқа жетіп алсаңыздар, оны алған дұрыс. Және мен оң жаққа подкреплять ету үшін бірден охотник жіберем. Қолымда мусор скелетті тастай салам. Ол оң жақпен маған келе жатқан кезінде принципе оп-оңай стражамен контрить етіп болады. Және мен оның сол жақтан принципе атакасы жүргізген кезінде оң жақ башнясын алып тастадым. Бірақ ода кім еді, анау ведьма тірі қалады. Ведьма ол бревнода өлмейді, вроде бы, өлмеді. Бірақ вышкаға орын істей алмайды ол. Енді менде сол жақта атака кетіп жатыр. Мен бірден шарға қарсы охотник жіберем. Ол менің башинама дейін бір тычка істеп үлгермейді, бірақ өзінен кейін қалдыратын бомбасы орын алады әрине. Енді мен скелеттер жібере салам, қолымдағы мусор болмас үшін. Некен білмеймін, ол охотникке қарсы ближнийға охотник. Темный рыцарь жіберді, охотникке ештеңе ближний жібермеген дұрыс. Және бұл жерде андай армия скелет. Мен не жіберетін білмедім, сондықтан армия скелет жібере салдым. Оның армия скелеті мықтырақ, бірақ та. Енді мен эликсир жинай тұрамын пока что. Күтеміз. Ол не істейтінін бірдеңе жібереді екен. Енді мен қазір бірден адская гончамен бастайын дедім. Бірақ бірден принцті разгонға жіберем. Страждарды пек алдансын деп жіберіп қоям. Және охотникті дракончикке жіберем. Пекка және охотникті ұрмайтын болады. Енді мен бұл жерде өте кереметтей бір нетіне дата сейв жасадым. Оборона еттім, жақсы қорғандым. Енді бұл жерде мен нарадан бірден атакаға кетіп қалғым келді адская гончамен. Бірақ мен оны қолдайтындай ешкім болмады. Жаңағындай страждармен принцті контрить етем. Оң жақта главный здание мен алып үлгермейтін секілдімін. Мен алып үлгермеймін. Гонча 17 секунд қалды. Және сол жаққа принц жіберемін. Ол маған принцмен қарсы темный принц жібереді. Мен ведьма, оның ведьмасына бревно тастаймын, ол менің башинама жетпес үшін. Және де бұл жерде мен ұтам. Не екенін білмеймін, бірақ маған әлі соперниктер түсе бастады. Оп-оңай өтіп жатыр. Бұл неге байланысты екенін білмеймін. Және достар, біз мынандай бір карта аштық. Кімді алған дұрыс? Негізі менің ойымша сборщик эликсир алған дұрыс. Себебі мысалы қараңыздар, мен адская гончамен ойнаймын. Гонча көп эликсир қажет етеді, сосын эликсир. В общем, голем атакующий, андай типа деф, бізде деф бар, мелочевка, анау-мынау, кіттай анау-мынау. Короче, эликсир алам. Ол нешінші уровень? 5-ші уровень болады, бірақ ол 5-ші уровень аз ғой. Біз оны, значит, пока что қолданбаймыз. Достар, только здоровье екен ғой. Значит, біз оны шығаратын шығармыз, достар, біз бұны шығарамыз. Бірақ кімнің орнына шығарамыз деген сұрақ туындайды. Армия скелетовтың орнына шығарып көрейік, армия скелетов. Және армия скелеттің орнына шығардық.
Мынакта биз 3-3 орун болуп баратык. Дагы осы колодан текшерип көрөк. Бул коло жарамаса борон колоду ойной беретін болом менде. Міне достар, мен бірден қолымдағы мусорды выкидывать етем, скелеттер. Және маған қарсы Арда деген бір бала ойнайды. Бала ма, бір қыз ба білмеймін. Және мен бірден дракончик жіберем. Адская гонча жіберуге зауық жоқ. Мынада 2 здание екен. Мен оларға бревна тастаймын, бірақ олар бірден өлмейді. Шамалы болсын орын жеймін. Өзіме бірден сборщик эликсир қоямын, себебі бұл өте күшті здание. Және ол менің дракончигіме мушкетпен жауап береді. Және мушкеттің алдына рыцарь қояды. Мен бұл екеуіне охотникпен жауап берем. Және де сол жақта менде үнемі андай не жеп жатыр, урон жеп жатыр. Ол мені шамалы напрягать етеді. Және оң жақта мен оны шамалы дефте етіп жатырмын. Жақсы дефте еттім. Бірақ сол жақтан ол мені өте керемет урондар жеді. Оң жақтан да шамалы урон алды. Енді менде сборщик эликсирі бар. Мен шамалы күтсем, мен ұтатын болам. Және ол қазір қайттан андай надгробие қою керек. Надгробие қойған кезде ғана мен өзімнің нем жіберем. Соны. Бревноны жіберем. Бревноны жібердім айтқанымдай. Және өте төменнен мен адская гонча тастадым. Және екінші сборщик эликсира қойдым. Ол өте көмектесетін болады. Қолымдағы скелет деген мусорларды тасайтын болам. Оң жақтағы адская гончаны мен дракончикпен подкреплять етем, көмектесем. Және жақсы орондар кетіп жатыр оң жаққа. Және мушкеттерді страждармен контрить ететін болам. Бірақ өте күшті деп айтамайм, бірақ контрить еттік. Жақсы, принцип беретін болам оң жаққа бірден добить ету үшін. Және ол менің қолымнан келеді. Сол жақты мен гоблиндер мен рыцарьдан контрить ету үшін скелеттер мен бревнаны қолданатын болам. Мен оң жақта атакам кетіп жатыр. Принципен дракончик әлі тірі. Ол маған не екен білмеймін, ракета тастады. -6 эликсир деуге болады оның жағынан. Хотя менің сборщиктеріме тастаса өте эффективно болатын еді. Және мен келесі атакаға дайындала бастаймын. Адская гончамен оң жақтан жіберем. Себебі сол жаққа атака істеудің мәнісі жоқ. Себебі 1111 хпсы қалды. Және главный зданияның. Және сол жақтан охотник жіберем барлық аскеріне. Және жаңағында 2 зданияға бревно тастаймын. Мен адская гончаны дракончикпен подкреплять етем. Охотник өзінің задачасымен өте керемет справлять етуде. Және главный зданияға мен бірден принцті атакаға жіберем. Және бұл жерде 3 корона өте оңай. Мен супер сильный комментатор екенімді байқаған шығарсыздар осы матчта. Мен вообще өзім ойынға кіріп кетемін да, комментатор айтамай қалам. Осындай бір нелер 2500 кубоктарда осындай колода алсаңыздар өздеріңізге нормально болады деген ойдамын. Себебі мен өздеріңіздің алдарыңызда 3 рет, 2 рет ұттым. Ал ендеше сіздермен бірге болған Нұрдау, сау саламатта болыңыздар. Келесі көріскенше.